Сізді көршіңізден су басып қалса, не істеу керек? Бірінші, су тасқынын тоқтату. Екінші, КСКны көршілерді шақырып, пәтерді су басқан туралы акт жасаңыз. Үшінші, актіде орыны, көлемі және келтірілген зақымды тіркеп жазыңыз. Төртінші, актіге көрсетілгеннің бәрін суретке түсіріңіз. Бесінші, су басудан келген шығын көлемін бағалау үшін бағалаушыға хабарласыңыз. Алтыншы, зиянды қалпына келтіру, шығындарды растайтын барлық чектерді сақтаңыз. Жетінші, кінәлі көршіге зиянды өз еркімен төлесін деп айтыңыз. Сегізінші, егер көрші зиянды өтеуден бас тартса, сіз сотқа бересіз. Сотқа 3 жылдың ішінде жүгінуге болады. Құқық қорғаушының кеңесі: көршілеріңізбен тату болыңыз. Егер көршіңізге су басумен зиян келтірсеңіз, істі сотқа жеткізбей шығынды төлеңіз.